Армысыздар, қазақ елі. Төле би ауданы Леңгір қаласының төрінде орналасқан нөмір 2-ші Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінде ұл қыздарым оқитындықтан коронавирус инфекциясының таралуының алдын алу шараларын іске асыру бойынша Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың қашықтан оқыту форматына көшіруін ата-ана ретінде қолдай отырып, өз ойымды өлең шумақтарымен жеткізсем. Сынақ келді, ел басынан нәубетті, қинап қойды, отбасымен әулетті, карантиннен қамалған қазақ елін айла таппай әбіржітіп сенделтті. Ел ертеңі болашақ балаларда құтылатын сынақтан шара бар ма? Білім нәрі үзілетін болғандықтан ой туды ел сүйетін даналарға. Министр тығырықта шешім тапты, оқытуды алыстан жақындатты, қашықтан оқытып оқушыны ауырлықты жеңілдікпен асылдатты. Ұстаздарға мың алғыс жаңашылдар, шеберлігі шыңдалып сыр ашылар, ғаламторда WhatsApp'та сабақ өтіп, зейінді зеректерге нұр шашылар. Қашықтан оқыту жеңіл әдіс, бәсекелес бұл өмір күнде жарыс, ата-анамен баланы жақындатар, тәрбиемен ұштасқан шексіз шабыс. Қазақ елім, бұл сынақты жеңеміз, ынтымақты тату болса кемеміз, ескегіміз бірлікпенен есілсін, қорамсақтан бірдей шықсын жебеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз.